Саламатсыздар ма? Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы гетерогенді каталитикалық емес процестерді жүргізуге арналған реакторлар. Сабақ мақсаты гетерогенді каталитикалық емес реакцияларды жүргізуге арналған әртүрлі реакторлардың конструктивті өлшемдерін және негізгі теңдеулерін қарастыру. Тақырыптың негізгі сұрақтары: газ сұйық жүйесінде гетерогенді реакцияларды жүргізуге арналған реакторлар, газ қатты жүйесінде гетерогенді реакцияларды жүргізуге арналған реакторлар, сонымен қатар сұйық фазада гетерогенді реакцияларды жүргізуге арналған реакторлар және сұйық қатты гетерогенді реакцияларды жүргізуге арналған реакторлар. Химиялық реакцияның көп бөлігі өнеркәсіпте газ түрінде реагент пен сұйық фазада болатын реагент арасында жүреді. Гетерогенді реакция газ сұйық жүйесінде тек сұйық фазада өтеді. Реакция жүзеге асуы үшін сұйық фазада міндетті түрде газ түріндегі реагент ертілген болуы керек. Гетерогенді газ сұйық жүйесінде өтетін физика-химиялық процесте диффузия көп жағдайда реактордың геометриялық өлшемін анықтайтын физикалық этап болып табылады. Газ сұйық жүйесінде процестер жүргізуге арналған реактордың ең бастысы абсорбциялық аппарат принципі бойынша құрастырылады. Үлкен көлемді, қарапайым және пайдалануға жеңіл. Газ сұйық жүйесі үшін өнеркәсіптік реакторлар үздіксіз әрекеттегі реакторлар болып табылады. Кейде жартылай периодты реакторлар көбіне газдың үздіксіз берілуі болған жағдайда қолданылады. Реактордың өлшемін табу үшін өзара әрекеттесетін екі фаза, яғни газ және сұйық арасындағы әрекеттесу бетінің нақты шамасын білу маңызды болады. Бұл беттің бірлік уақытында анықталған мөлшерінде реагенттің бір фазадан басқаға өтуін қамтамасыз ету керек. Сондықтан реакцияның жылдамдығын реактордың жұмыс көлемінің бірлігіне емес, фаза арасындағы бетінің бірлігінде есептеу ыңғайлы болып келеді. Газ сұйық жүйесінде реактордың өлшемін анықтау тәсілін екіге бөледі. Бірінші, процесс жылдамдығын теңдеудің қорытындысы және сол теңдеудің интегралы. Гетерогенді процестерді жүргізуге арналған реакторларды құрастыру кезінде конструкциясын күрделендіретін бірнеше факторларды ескеру керек болады. Біріншіден, гетерогенді жүйелерде компоненттерді әртүрлі фазада болады. Сондықтан жүріп жатқан процестер фазалар әрекеттесетін беті арқылы зат тасымалдаумен байланысқан. Бұл жағдайда процесс жылдамдығына физикалық факторлардың әсері жоғары болады. Фазалар бетінің бөлігінің күйі және өлшемі, бір фаза бетінің екінші фазаға заттың диффузиясы және екінші фазаның көлемі, сонымен бірге түзілетін өнімдердің кері диффузиясы. Сондықтан гетерогенді процестер үшін реактор конструкциясы масса алмасу процесіне қолайлы жағдайын қамтамасыз ету және фазалар әрекеттесудің үлкен жанасу бетін орнату қажет етеді. Газ қатты және сұйық қатты жүйелерде реакцияларды жүргізуге арналған реакторлар. Өндірістік реакторлардың сипаттамасы көптеген жағдайда реакциялық қоспалардың идеалды режим қозғалатын реакторлар сипаттамаларына жақын болады. Сондықтан өндірістік реакторларды толық зерттеу және есептеу үшін бастапқы модель ретінде қолданылады. Газ қатты және сұйық қатты гетерогенді процестерді жүргізуге арналған реакторларды келесі екі топтың біреуіне жатқызуға болады. Реакциялық қоспаның ағыстыру режиміне жақын болатын жағдайындағы реактор және реакциялық қоспаның араластыру режиміне жақын болатын жағдайындағы реакторлар. Мысал ретінде суретте келтірілген акрилонитрил өндірісінің реакторы көрсетілген. Мұндай реактор насадкалы абсорбциялық колонна түрінде болады. Колоннаның іші қышқылға төзімді кірпішпен қапталған. Реакция температурасы 700-800 градусты құрайды. Сыртқы жейдеге жылу тасымалдағыш, яғни бу беру арқылы ұстап отырады. Сұйық фаза аппараттың төменгі бөлігі арқылы шығарылады және рециркуляцияланады. Ерітіндінің бір бөлігі регенерацияланады. Насадкалы колонна типті реакторлар. Насадкалы абсорбционды колонна жанасу бетінің газ және сұйықты реттейтін аз көлемде үлкен болады. Сұйық жұқа қабықша түрінде насадканың бетімен ағады. Газ сұйыққа қарсы қозғалады. Колоннаның және насадканың материалы газ, сұйық және реакция өнімінің химиялық қасиеттерімен анықталады. Сонымен қатар жұмыстың шартымен белгіленеді, яғни температура, қысым. Қарапайым құрылысты абсорбциялық колонна реакция ортасының коррозиялық әрекетіне қарсы шартты төзімді әрбір материалдан
жасалуы мүмкін. Сондықтан бұл колонналар арзан, гидравликалық кедергісі аз және сәйкес газ араласудағы энергия шығыны маңызды емес болады. Мына суретте көрсетіліп тұрған сұйықты шашыратқышы бар реактор және көбікті аппарат болып келеді. Қазіргі кезде насадкалы колонналар кең таралған абсорбционды аппарат болып табылады. Насадкалы колонна келесі үш негізгі бөлімнен тұрады. Жеке колоннаның өзі, насадкалар, табақшалар немесе суландырушы құрылғылар. Жеке колонна жұмыс шартына сәйкес материалдан жасалған іші қуыс цилиндр болып келеді. Әдетте колонналар жұмыс ортасының коррозиялық әрекетіне төзімді болатын жасалады және қосымша материалдармен жабдықталады. Сонымен қатар колонналар арнайы маркалы болады, мысалы азот қышқыл өндірісінде, шойын керамика күкірт қышқылын өндіргенде, графиттен қышқылға төзімді кірпіш және тағы да басқаларына дайындалады. Насадка сұйық және газ фаза арасында жанасудың жоғары беті пайда болу үшін қолданылады. Колоннаның дұрыс жұмысы белгілі мөлшерде материалдық және дұрыс таңдауына колоннадағы насадканың геометриялық формасы тәуелді болады. Насадка жоғары меншікті бетіне ие болу керек. Және де насадка газ ағынының аз гидравликалық кедергісімен көрсетуі керек және абсорбентпен немесе сұйықпен жақсы дымқылдануы керек. Колоннада қолданылатын насадкаларды ретті және ретсіз деп те бөлуге болады. Барботажды реакторлар. Сұйық пен газдың жанасу сұйық қабаттары барботаж арқылы газ көпіршіктердің өтуімен жүзеге асырылуы мүмкін. Көпіршіктер аз болмауы үшін барботаж кезінде үлкен фазаның жанасу беті туындайды. Барботажды реакторлар сұйық фазаның көп уақыт араласуымен жүреді. Негізінен жоғары емес және біркелкі жылдамдықпен жүретін реакциялар үшін қолданылады. Насадкалы колонна типті реактормен салыстырғанда олар аз көлемге ие болады және аз энергия қолданылады. Барботажды реакторларды келесі типтерге бөлуге болады. Бірінші, қалпақты немесе торлы табақшалы колонна, насадкалы колонна, сұйық массадағы барботажды аппарат. Суретте бейнеленгендей насадкалы мұнара келтірілген және ішкі ағысты және торлы табақшалары бар барботажды реактордың схемасы. Газ қатты жүйелерде гетерогенді реакцияларды жүргізуге арналған реакторлар. Газ қатты гетерогенді жүйелерде каталитикалық емес және каталитикалық реакциялар жүреді. Мысалы ретінде металдың тотығуы, қатты отының жануы, әртекті және әкті және басқа өнімдерді күйдіру. Көбіне каталитикалық емес реакциялар жоғары температураларда жүреді, сондықтан оларды пештерде жүргізеді. Пештердің конструкциясы салыстырмалы қарапайым болады. Вертикалды пеш, мысалы, отқа төзімді материалдан қапталған қабырғалары бар цилиндр болып келеді. Қатты фазаны кейде қатты отынмен жоғары бөлігінде бөлік арқылы беріледі, ал өнімді төменгі бөлігімен шығарылады. Мына жерде суретте көрсетіліпті доломит және магнезитті күйдіруге арналған пеш. Газ қатты гетерогенді каталитикалық емес реакциялардың мысалын келтіреміз. Мысалы, міне көрсетіп тұрғандай металдардың тотығуы жатады, қатты заттың жануы, мысалы ретінде тағы да бетті күйдіру және әкті күйдіру болып табылады. Беттік реакция жылдамдығы химиялық кинетика заңдарымен сипатталады. Рахмет назарларыңызға.